Бүгінгі турниріміз енді республикалық ашық турнир. Осы өзіміздің еліміздің әртүрлі аймақтарынан 50-ден астам бүгін ат спортшылар қатысып отыр. Міне енді бүгін бізде 4 қашықтық бойынша конкурс болады турнирдің. Оның ішінде енді әрқайсысы бағыттары әртүрлі. Дистанциясы да, қиындығы да, секіретін биіктіктері де бәрі әртүрлі. Турнирдің жалпы қоры 12 миллион теңге. Енді оның барлығы федерацияның қаражатынан жасалып отқан дүние. Қала әкімдігімен қолдауымен бірге. Енді мынау тәуелсіздік күніне қарсы арнайы істеп отырмыз. Өйткені тәуелсіздік өзіміздің ерекше мерекеміз. Ғасырлар бойы аңсап кеткен ата-бабаларымыздың арманы. Сондықтан да тәуелсіздік мерекесіне баршаңызды қазақстандықтан құттықтағым келеді. Бірінші орын алдым осы ересектердің арасынан. Дайындық өте жақсы дайындық істедік. Сол енді үміттеніп, сол бірінші орынға жақсы өтті бәрі. Дайындық бәрі жақсы болды. Ат бәрі өзі, көңіл күйі аттың өзін бәріне байланысты ғой сол енді. Барша қазақстандықтарды құттықтаймын тәуелсіздік күнімен. Енді біздің Қазақстан енді жаңа Қазақстан дейді қазір енді. Біздің спортымыз дамысын.